Саламатсыңдар ма тағы да? Бізде бұл жерде тек үшінші курстар. Үшінші курстар 25 қаңтар менен 19 ақпан арасында 4 апталық педагогикалық практикаға барады. Жетекшілері бекітілді, бұйрық шықты. Енді былтыр сіздер бардыңыздар мектепке, хабарларыңыз бар. Биыл енді 4 апталық кәдімгі актив педагогикалық практикадан өтесіздер. Өту барысында қазіргі жағдайға байланысты барлық санитарлық нормаларды сақтаймыз. Сумкада артығыменен маска жүреді, антисептик болады, және киім кию үлгімізде юбкамен, күн салқында деп айтпай ақ қояйын, бірақ бәрібір шалбар кисеңіздер де кішкене үстіне классикалық үлгідегі киімдермен барасыздар. Одан кейін сол мектептің тәртібіне бағынасыздар, жетекшілеріңізбен тығыз байланыста боласыздар, сабақтарды жақсылап өтесіздер. Сіздер 5 класстан бастап, қазір мектепте оқып жатыр 5 сыныптар, 9 сыныптар, 11 сыныптар. Мүмкіндігінше 9 сыныпқа, егер жетпеген жағдайда сынып 5 сыныптарға бөлінесіздер. Және суреттермен қоса видео түсіресіздер. Пәндер сабақ өткен кезде сол видеоларыңызды қосып алып келесіздер өздеріңізбен бірге. Отчеттың барлығы офлайн қабылданады. Сіздерге сырғымалы немесе жылжымалы кесте дайындап, сол кесте бойынша аз-аздан шақырып, кәдімгі комиссиямен сіздердің есептеріңіз қабылданады. Өйткені өздеріңіз білесіздер, қазір педагогикалық мамандықтарға талаптар өте жоғары. Балдың өзі көтерілді 70-тен жоғары болып, стипендиясы, шәкіртақысы қазір 42 мың болды, басқа барлық ешқандай мамандықта ондай емес. Осыған байланысты бұрындары бізде тек қана төменгі оқитын, басқа жақтан қалып кеткен студенттер келетін болса, абитуриенттер, қазір тек қана жақсы оқитындар, алтын белгі иегерлері биылғы оқу жылында көптеп түсті. Мектепте де ертең конкуренция дейді ғой, орысша айтқанда, өте жоғары. Сондықтан педагогикалық практикаға қойылатын талап қазір өте жоғары. Қазір енді ары қарай толығырақ сіздерге мағлұмат беру үшін қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының оқытушысы Молданова Везира апайларыңызға сөз беріледі. Ары қарай сұрақтарыңыз болса, практика жөнінен барлығын осы түстен сұраңыздар. Жетекшілеріңіз кім екенін, қай мектепке бөлінгендеріңізді, бірақ енді сіздер көпшіліктеріңіз ауылға алдыңыздар. Қазір жақсылап айтып береді. Саламатсыздар ма студенттер, апайлар? Қалдарыңыз қалай? Келген жаңа құтты болсын. Жаңа семестр келе жатыр сіздерге. Жаңа семестрде жақсы баға алыңыздар, еңбегіңіз ашылсын. Құрметті студенттер, биыл сіздер 4 апталық педагогикалық практикаға жіберілдіңіздер. Приказ бұйрық 25 желтоқсанда шығарылды. Оған дейін өздеріңіздің басым көпшіліктеріңіз тұрғылықты мекен-жай бойынша сұраныс хат алдыртып, сол бойынша келісімшартқа тұрдыңыздар. Енді практиканы сонда өткізесіздер. Сіздермен алдымен сіздерді бұйрықпен таныстырайын. Барлық мамандықтың 3-ші курс студенттері 25 қаңтар мен 19 ақпан аралығында кәсіптік практикаға жіберілді. Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының 3-ші курс 117-18 тобының 4 студенті Шымкент қаласындағы 65-ші мектеп гимназиясынан практикадан өтеді. Олар Абдулла Аружан, Әлібаева Тұрсынай, Балбекова Шолпан, Асқар Асанәлі. Практика жетекшісі ретінде Қанабаев Ғалымжан ағайлары мен Ақима апайларын бекітілген. Педагог әдіскер Қуатова мен Үмбетәлиева, педагог психология кафедрасынан барлық мамандыққа да, барлық курсқа да Қуатова мен Үмбетәлиева бекітілген. Ұмытып кетпеңіздер. 117-28 оқу тобының 15 студенті Шымкент қаласындағы Бөкейханов атындағы 2-ші жалпы орта мектебіне, Оңдасынов атындағы 38-ші мектеп гимназиясында практикадан өтеді. 22-ші Бөкейханов атындағы 2-ші жалпы орта мектебіне жетекші ретінде
омар тоғатай ағайлардың бекітілген. Олар Манас Зияда, Мақашев Бақжан, Оразбек Анар, Пердебай Бералы, Тәжімерлер, Сақтағанова Ақжайлы, Саттархан Диана, Ілес Шырынкүл және Аманбердиева Арайлым. Ал Шымкент қаласындағы Оңғасынов атындағы 38-ші мектеп гимназиясының жетекші ретінде Қуанбаева Жанар апайлары мен Нұрпейісов Нариман ағайлары бекітілген. Және ол мектепте Нұрүстемова Арайлым, Тұрап Ахмет, Пірімқұлова Жанерке, Тұрабекова Барна, Қарсыбаева Аружан, Тоқтасынова Данила өтеді. Енді қалған студенттер өздеріңіздің сұраныс хаттарыңыз бойынша тұрғылықты мекен жайдан практикадан өтесіздер. Енді 121 18 тобының 3 студенті Шымкент қаласындағы Космодемьянская атындағы 23-ші мектеп лицейінен практикадан өтеді. Жетекшісі ретінде Құрбанов Ағапаш ағайларын бекітілген. Олар Ташева Түймегүл, Тұрсынбай Мақсат, Орынбай Мадина. Осы 3 студент Шымкент қаласындағы 23-ші мектеп лицейінен өтеді. Ал енді филология 205-18 Шымкент қалалық тілдерді оқыту әдістемелік орталығынан өтеді. Практика филология мамандығына 205-18-де офлайн түрінде жүргізіледі. Жетекші ретінде Раушан апайларын бекітілген. Раушан апайлар өздері алып барады, сіздермен тығыз байланыста боласыздар. Әрбір жүргізген жұмыстарыңызға есеп беріп отырасыздар уақытылы аптасына. Енді сіздермен қалай жұмыс жасау үшін сіздерге бірінші қолдарыңызға не беріледі? Сіздерге қолдарыңызға ауылға алып кеткендер кафедрадан келісімшартты 3 дана жасатқан болатын. Сол келісімшарттың бір данасын және жолдаманы кафедрадан келіп алып кетесіздер. Жолдама дегеніміз не? Жолдама дегеніміз сіздерге арнайы мынандай парақшасы номері қойылған және университеттің мөрі қойылған арнайы жолдама беріледі. Жолдаманың жоғарғы бөлігі практика базасында қалады, яғни сіздер практикадан өтетін мекемеде бар. Ал екінші жартысы арнайы белгіленген сызықтардан кесесіздер және келіп кеткендеріңіз туралы мекеменің мөрі қойылып, сіздер оны бізге күнделікпен барлық портфолиямен қайтып өзіңізге алып келесіздер. Сондықтан қалай аласыздар, оны кейін тағы да сіздерге айта жатармыз. Келісімшарттың түпнұсқасының біреуін және жолдаманы кафедрадан алып кетесіздер, қолдарыңызға күнделік беріледі. Сосын жұмыс жоспар кестесі. Жұмыс жоспар кестесі дегеніміз не десеңіздер, педагогикалық практикада не өту керек екенсіздер, сіздердің мақсат міндеттеріңіз алғашқы аптада не істейсіздер, екінші, үшінші, төртінші аптада қандай жұмыстармен айналысасыздар, соның барлығы көрсетіледі және соңында қандай құжат өткізу керек екені нақты көрсетіледі. Бұл жұмыс жоспар кестесімен күнделікті сіздерді арнайы чаттарыңызға электронды нұсқасын жібереміз. Сіздер өздеріңіздің ауылдарыңыздан арнайы кітапша түрінде шығарып алыңыздар. Оны күнделіктеріңіз 24-36 парақ болатын болса, кітапша ретінде шығарып, әрбір бетін шатастырмай, беттің номерін сақтай отырып, кітапша қылып шығарып, әрбір күнделікті көрсетілген беттеріндегі тапсырмалардың бәрін өз талапына сай толтырамыз. Күнделікті толтыру талапқа сай болмаған жағдайда сіздің педагогикалық практиканың қаншалықты деңгейде өткеніңіздің көрсеткіші ретінде байқауға болады. Жолдаманы күнделікті алып кетесіздер және қалай толтыру керек екенін жетекшілігімен байланыс жасау арқылы сіздерге ары қарай тағы да түсіндіре жатар. Енді практикада барысында сіздер не істейсіздер? Алғашқы күні мектепке барасыздар. Сол жерде мектептегі арнайы директордың оқу ісі жөніндегі орынбасарынан сіздер қазақ тілі мен әдебиеті пән мұғалімінің жүктемесінде бекітілген 5-ші, 6-ші, 7-ші, 8-ші, 9-ші сыныптарда қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ бересіздер. Практика ауылда өтсеңіздер де, қалада өтсеңіздер де ашық сабақтар өткізілетін құжаттардың бар, онлайн емес, офлайн түрінде, кәдімгі дәстүрлі түрде өткізіледі. Ойламаңыздар, біз
онлайн түрде ашық сабақ өткізді. Онлайн түрде ашық сабақ есептелмейді, естеріңізде болсын. Ол сіздер алғашқы бірінші күні мектептің ішкі тәртіп ережесімен танысасыздар. Мұғалімнің қызметтік нұсқауымен танысасыздар. Пән мұғалімі қандай құжаттарды толтыру керек, не істеу керек, сабаққа қалай дайындалады, қысқа мерзімді жоспар деген бар, ұзақ мерзімді жоспар деген бар. Оның барлығымен таныса отырып, мұғалімнің сабағын бақылайсыздар. Сол мектептегі, өздеріңіз оқыған мектептегі жоғары санаттағы мұғалімдердің сабақтарына кіресіздер. Солардан тәжірибе жинақтайсыздар. Бірінші, екінші күні сіздер сабақтарына бақылап өткізетін болсаңыздар, үшінші күні сабақты өздеріңіз өтесіздер. Мұғалім сабаққа барысында ол қандай құжаттары бар болды, оқушылармен қалай байланыс жасады, қарап отырмай педагогикадан, психологиядан тапсырмалар беріледі. Сол тапсырмаларды орындауларыңыз керек. Сосын сіздерге міндетті түрде практикадан келген кезде арнайы папка, портфолио талап етіледі. Сіздерге бір группаның портфолиосын көрсетейін. Арнайы, мысалы, қаланың мектебіне жіберілген Бөкейханов атындағы 2-ші жалпы орта мектеп 117-28 деген оқу тобының 9 студенті мынандай арнайы папка, арнайы кәдімгі листер ғой. Осының ішіне жеке пластикалық папка арнайсы, мысалы 9 студент жеке ол рейсі папканың ішіне мынандай пластикалық папка бар ма, 10 файлы немесе 20 файл арнайы портфолио дайындайсыздар. Мынау сіздерді көрсету ретінде былтырғы өткізген студенттердің папкасы. Осыны алғашқы бетін цикл жасайсыздар. Осындай папка бірыңғай бір түсінен алыңыздар. Біреуіңіз келген екен аласыздар, ол үлкен қиындық туғызбайтынын есептеймін. Арнайы цикл портфолиосы, кімнің портфолиосы? Мысалы, мына жерде Манас Зияда Айдос қызының портфолиосы, 4 апталық. Ол келген күннен кейін, мына жерде портфолио өткізгеннен кейін сіздерге жаңа жолдама беріледі. Жолдаманы, мынау жолдаманың екінші жартысы. Бұл не деген сөз? Бұл сіздерге өткізетін құжат, талап ететін құжаттың бірі. Бұл мөр арқылы сіздердің 25 қаңтарда сол жерге барып, 19 ақпанда қайтқандарыңызды дәлелдейді. Бұны арнайы портфолионың екінші бетіне саламыз. Енді сіздерге арнайы чаттарыңызға күнделіктің электронды нұсқасын жібереміз. Электронды күнделік нұсқасын жібергеннен кейін оны кітапша ретінде шығарып аласыздар. Әрбір бетін талапқа сай толтырасыздар. Егер түсінбеушілік болып жатса, жетекші бекітілген сіздерге, сол жетекшілеріңізден сұрайсыздар. Сосын, мысалы, екінші мектепке Бөкейхановқа 9 студент жіберілген. Тәжі Меруерт Зияданың ашық сабағына қатысу керек. Өзара сабаққа ену. Меруерт Зияданың сабағынан қандай тақырыпта ашық сабағы өтті? Оның сабағы қандай деңгейде өтті? Ол талапқа сай болды ма? Қандай ұтымды жерлері болды? Қандай кемшіліктері болды? Оны сабақты талдайсыздар. Сол талдағандарыңызды арнайы күнделікке жеке есепке кіргізесіздер. Сосын сіздер ашық сабақ өткен кезде міндетті түрде жетекшілеріңіз болу керек. Мысалы, екінші мектепті мысалға алған соң, ақыр осымен шығайды. Тоғатай ағайларының ашық сабаққа Манас Зияда мысалы 15 ақпан күні әдебиет сабағының ашық сабақ өтемін деп ағайыңызды шақырасыздар. Кафедрада оқытушылар мүмкіндік болса барады. Сосын қалған 8 студенттің кем дегенде 4-еуі Зияданың ашық сабағына қатысу керек. Ашық сабағына қатысасыздар. Ашық сабақта Зияда сабақты қымыржыда көрсетілген әрбір сабақтың әрбір барысы, сабақтың қорытындылау, жаңа сабақты түсіндіру, пысықтау барлығы талабының жоспарда көрсетілген мерзімде орындалды ма? Бала меңгеретін сөзді, меңгеретін тақырыпты қандай деңгейде орындалды? Кері байланыс болды ма? Осының бәрін арнайы анализ жасайсыздар. Ол анализ егер құр өздеріңмен ашық сабағы өттім деп көрсете салмайсыз. Ашық сабақ өткендеріңізді арнайы телефондарыңыз жақсы, арнайы суретке түсіресіздер. Ашық сабақтарыңызды арнайы видеоға түсіресіздер. Міндетті түрде 4 аптаның ішінде қазақ тілінен әдебиеттен тәрбие сағаты ашық, тәрбие сағаты 2 ашық сабақ өткізілсе. Оның барлығы бейнесі тұру керек. Сіздер ойламаңыздар, ертең күні әшейін өткізе саламын деп. Ол әрбір өткізген сабақтарыңызды міндетті түрде кафедрада 5 адамнан құралған комиссияның алдында қорғайсыз және дәлелдейсіз. Ашық сабақ, Манас Зияданың сабағын ашық сабағында
сабаққа қатысқандар артында 4 студенттің суреті болсын. Арнайы мысалы сіздерге мынау Маржан деген қыздың портфолиосын көрсетейін. Мына жерде міне студенттермен ашық сабақтың қалай ұйымдасып жатқаны, мына жерде пән мұғалімнің ашық сабақты талдап жатқаны, мына топпен жұмыс жасап жатқаны, мына жерде оқушылармен қалай кері байланыс ұйымдастырып жатқаны, оның барлығы қандай көрнекілікті, қандай әдістерді пайдаландыңыз, оның барлығы портфолиода тұру керек. Енді мында портфолиоға сіздерге титулын жасадыңыздар, жолдаманың екінші беті тұрды, мына күнделікті талапқа сай бәрін толтырып, бағалардың бәрі қойылып, арнайы мөр басылған, келгеннен кейін алғашқы келген 19 ақпан күні бітетін болса, 21 ақпан күні сіздер офлайн түрде қорғайсыздар. Арнайы кесте кафедра меңгерушісі бекітілген кестеге сәйкес офлайн түрде кафедрада 212 ма 221 кабинетте қорғайсыздар. Қорғаған кезде қолдарыңызда осы айтылған қалыпты түгел болу керек, және арнайы слайд арқылы сіздер тақтада көрсету керексіздер өздеріңіздің қаншалықты қандай деңгейде өткендеріңізді. Сосын мектептің мұғалімдері сіздерге дәстүрлі түрде баға қойылатын болса, ол бағаны сіздер балдық, 100 балдық формаға түсірулеріңізді ұмытпаңыздар. Мектепте алып келген 100 балдарыңыз ол 60%-ын құрайды. Қалған 40%-ы комиссияның алдында қорғаған есебіңізге сәйкес қорытындылады. Сіз мектептен 100 балл алып келдіңіз, комиссияның алдында қорғай алмасаңыз, комиссия сіздің практикадан өткеніңізді жоққа шығарып, 0 қоюға құқығы бар. Сондықтан ауылда өткендер сіздер әрбір сабағыңызды, әрбір аптаңызды мұқият дәлелдермен көрсетсеңіз, сіз өзіңіздің деңгейіңіздегі бағаны аласыз. Мен сабақты 5-ке оқимын, практиканы бірақ 5-ке деңгейді дәлелдей алмасаңыздар, кешіресіздер, мен сіздерге практикаңыз 0 деп қоюға құқығыңыз бар. Өйткені сіз өткен материалды, өткен практикаңызды сіз есеп арқылы қорғай алмадыңыз. Сіз қаншалықты өткеніңізді есепке дәлелдей алмадыңыздар. Мынандай папканың ішінде сіздер не өттіңіздер, соның барлығы ең соңында міндетті түрде дискіде электронды нұсқада болу керек. 9 классқа зияда 2 мектепке барып, алғашқы аптасында 2 сабағын бақылау түрінде өтті. Әдебиеттен 3 сәрсенбі күні сабақта қазақ тілі мен әдебиетін өткен болса, соның қымыжысы, соның суреттері, 1-ші аптада папка ашасыздар. 2-ші аптада тәрбие сағатынан сіз үлкенді сыйлау деген тақырыпта тәрбие сағатын өткізіңіз. Оның талдамасы міндетті түрде осының ішінде. 2-ші аптаның қазақ тілінің қымыжысы, оның слайд презентация суреттерімен, әдебиеттен 2 сабақ өткізіңіз. Оның мен папканы ашқан кезде 1-ші апта, 2-ші апта, 3-ші, 4-ші апта деген тұру керек. 4-ші аптадан бөлек ашық сабақты тағы папка арнайсыздарда, оның ішінде қазақ тілінің әдебиетті тәрбие сағаты жеке көрсетіңіздер. Мектептен келгеннен кейін міндетті түрде 21-22-сіне сіздер қалада болып, осы құжаттарды 3 күннің ішінде педагогика кафедрасынан бекітілген Қуатова мен психология кафедрасы Үмбеталиеваның алдына апарып, күнделіктеріңізге арнайы олардың қол қоятын жері бар, соған қол қойдырып, сәрсенбі күні кесте бойынша 20-неші болады, 23-24-не кафедраның алдында қорғайсыздар. Қорғап болғаннан кейін сіздерге комиссияның қорытынды бағасы шығады. Содан кейін бар сіздердің арнайы универ программасына практика бағасы қорытынды етілуі болады. Сіздер практикада өткен дәлелдеріңіздің барлығын алып келіңіздер. Арнайы осы жерде қорғаған кезде біз өзіміз іріктеп керегін ғана аламыз да қалғанын сіздерге жібереміз. Міндетті түрде дәлелді құжат болмаса практикаларыңыз есептелмейді. Оны ұмытпаңыздар, құрметті студенттер. Сіздер 3-ші курста осы күнге шейін тарихта болған емес. Міндетті түрде есепті қорғайтын кезде қалай болса солай емес. Кабинетті 221-ші аудиторияның әдемілеп қойып, тақтасын қосып, өздеріңіз аяқтарыңызда кроссовки, бастарыңызда жаңа спортивный бас киіммен спортивкадан кимейсіздер. Қорғайтын мұғалім қалай жүреді? Дәл солай киіммен келіп,
мұғалімнің алдында қорғайсыздар. Егер киімдеріңіз, құжаттарыңыз талапқа сай болмаса, сізді қорғауға кіргізбеуге контра меңгерушісінің құқығы бар. Келістік па? Менде қандай сұрақ бар? Сұрақтарыңыз болса, айтыңыздар, мен жауап беруге дайынмын. Апай, тілдер орталығына баратын филологтар туралы да айтасыз ба? Туралы. Тілдерді дамыту басқармасына баратын филологтар сол жерде сіздерді арнайы раушан апайларыңыз алып барады. Алып барған күні сіздер сол жерде бірінші тәртібімен танысасыздар. Сіздерге жетекші бекітіледі. Жетекші ретінде олардың жоспарында қандай іс-шара өткізетін болса, іс-шараны өткізесіздер. Қандай да бір байқау ұйымдастыру болса, байқау ұйымдастырасыздар. Және ол жетекшілеріңіз қолдарыңызға жұмыс жоспар кестесін береді. Жұмыс жоспар кестесінде аударма түсуі мүмкін. Стильдік қателерді жөндеу, немесе қандай да бір түзетулер енгізу бір мәтінді, сол бойынша жұмыс жасайсыздар. Сіздер мамандығыңыз мұғалім емес, сондықтан сіздер тілдерді дамыту басқармасына жіберіп өтіңіз. Жұмыс уақыты сағат 9-да басталады, сіз 9-да сол жерде болу керексіздер. Сол жерде сіздерге бекітілген жетекші, сіз кімсіз? Сол жетекші маман, жетекші маманның қызметінің нұсқауын сұраңыздар. Қызметтің нұсқауында сол жетекші маман не істеу керек, қандай құжаттарға жауапты, соның бәрін зерттейсіздер, солардың жоспарына сәйкес жұмыс жасайсыздар, жетекшілеріңізге есеп бересіздер. Және міндетті түрде суретке түсіріңіздер. Мысалы, бейне лекция түсіресіздер. Мысалы, сіздер бүгін тілдер дамыту басқармасына бір әңгіме немесе оқулық келіп, немесе бір жинақ келіп, сол жинақты корректор ретінде қызмет атқарсаңыздар, оны міндетті түрде дәлелді ретінде суретке түсіресіздер, видеоға түсіресіздер және есеп бересіздер ол кісіге. Мен бүгін мынанша 18 беттік мына мақаланың корректорлық қызметін атқарып өткіздім. Сіздің үстіңізден жетекші сізге баға береді, мінездеме береді. Мінездемелеріңізге қарай отырып, біз де сіздерге қорытынды баға шығаруға әсер етеді олардың мінездемесі. Тағы кімде қандай сұрақ? Қыздар, ауылға кеткендер, жолдаманы қалай аласыздар? Группада қыздар салып жібере ме, жоқ әлде почта арқылы жібере ме, өздеріңіз келіп алып кетесіздер ме? Оның старшысымен байланысып, жолдаманы алып кетіңіздер, келісімшарттың түпнұсқасын алып кетіңіздер. Кафедрада арнайы папка бар, соны үлгісін күнделікті қалай толтырғанын көретін болсаңыздар, суретке түсіріп үлгі ретінде көріңіздер. Сіздерге кафедра әр уақытта есігі ашық кафедра үшін. Сіздер үшін кафедра есігі ашық. Апай, тілдер орталығында да жарты күндік па? Егер таңертең барсақ, до обедке дейін, обедте барсақ, кешке дейін ба? Әлде сол жерде бізге бекітілген? Ол сіздердің жұмыс кестелеріңізді сол жақта арнайы практиканттарға жауапты маман болады. Сол кісі сіздерге жауап береді. Мен олар үшін жауап бере алмаймын. Практиканы сіздер тілдерді дамыту басқармасында өтесіздер. Жұмыс уақыты таңғы сағат 9-дан 6-ға дейін болса, жүресіздер. Қандай сұрақтарым бар? Азғандай уақыт қалды, қыздар. Бар ма сұрақтарым? Тәрбие сағатын, қыздар, егер тәрбие сағатын офлайн түрінде өткізе алмасаңыздар, ашық тәрбие сағатын онлайн түрінде әрбір ата-анамен байланыс жасайсыздар. Мысалы, мектепке барғаннан кейін психологиялық тапсырма бар, неге психологиялық аталарды көрмей тұрмын, психологиялық бір баланы зерттейсіздер. Ол қандай семьядан шыққан, толыққанды семьядан ба? Мінезі қандай, достарымен қандай қарым-қатынас жасайды, неге қызығушылығы бар, неден қорқады. Осының бәрін зерттеп, ол балаға психологиялық характеристика мінездеме жазасыздар. Сосын сыныпқа мінездеме жасасыздар. Сынып қандай сынып? Мінезі қиын балалармен мектептегі психолог қандай жұмыс жасайды? Және мектепте қаншалықты балаға әлеуметтік көмек көрсетіледі? Ол балалар көмекке шынымен де расында мұқтаж ба, мұқтаж емес па? Жоқ, одан да басқа қолдау күтетін шығар. Оған сіз не істей аласыз? Мен келген соң міндетті сұрақ қоямын. Ата-аналармен байланыс жасадыңыз ба? Қай ата-анадан сауалнама алдыңыз? Қай ата-анадан хабарын алып, балаңыздың қандай болғандығын, не қалайтынын сұрап, арнайы сұхбат жүргіздіңіз деп сұрайды. Егер дұрыстап жауап бере алмасаңыздар, психологиялық тапсырманы
төмен деңгейде орындады деген қорытынды шығара аламыз. Қыздар, сұрақтарым бар ма? Жылдам сұрап алыңыздар. Ағайлар, келісімшартты бізден алып кетесіздер. Апайлар, ағайлар кафедрада декларацияның көшірмесі, мектепке баратын кезде келісімшарттың түп нұсқасы, студенттердің жолдамасын сіздердің қолдарыңызға береміз. Сіздер кафедрадан келіп алып кетесіздер. 121. Ол жолдаманы алу уақытын жаңағы апайларымыз өздері белгілей ма, әлде белгілі бір уақытта шақырады ма? Жолдама ертеңнен бастап кафедрада алып кетулеріңізге болады. Рахмет. Қолдарыңыз босап келген жағдайда болса, кафедраға келіп жолдамамен келісімшартты алып кетіңіздер. Өйткені ол талап етілетін мектепке практикаға барған кезде сіздерден талап етеді келісімшарт қайда деп. Келісімшартты көрсетесіздер, жолдаманы көрсетесіздер. Жазир апай, жолдаманы ертең демейік, дүйсенбіден бастап деп, өйткені әлі бұйрықтың нөмірі печаты болған жоқ қой. Жарай. Бұнда Ертең дейтін бұлардың бәрі жүгіріп жалауын алып көп келіп тұрар ертең есіктің алдына. Сондықтан дүйсенбіден дейік, балдар. Жарай. Қалада барларын болса, сосын қаладан өтетіндер жолдаманы өздерінің бекітілген жетекшілерінен алсаңыздар болады. Келісімшартты да сол кісілер алып барады. 65-ші мектеп, 2-ші 38-ші мектеп, 38 жаңа апайларынан аласыңдар. Тоғытай ағайларынан аласыңдар. Ауылға қатыстылар, алып кетіңіздер жолдаманы. Немесе бұрынғысы осында тұратын группаластарын почтамен салып жіберіңіздер, келе алмайтын жағдай болса. Оны өздеріңіздің ішінара шешетін проблема шығар. Келісесіздер ғой? Қыздар, сұрақтарыңыз бар болса, айтыңыздар. Дайынмын. Дәлелді құжаттарыңыз болса, қазір біздің емес құжатын сөйлейтін заман. Құжат екен деп ойлап қалмаңыздар, бейне баспа болып, бейне сабақ түсіресіздер. Ашық сабақтың, ашық тәрбие сағатының бейне сабақтары болмаса, төмен баға аласыздар, немесе мүлде баға қоймаймыз дәлелдей алмасаңыздар. Түсіндіре айтыңыздар, естігендеріңіз бар, естімегендеріңіз бар. Естігендер, естімегендерге жеткізсін. Сіздерді үшінші курс өте жақсы студенттер, мықты, өте дарынды, жақсы мұғалім шығатын студенттер бар деп мақтап жатыр. Соны дәлелдеңіздерші практикада. Солай ма? Сабақты керемет оқитын студенттер бар деп мақтап осы үшінші курста. Жанар апайларым шаң жұққызбайды. Минут оқысын, ондай керемет дейді. Көрейін ұстаттар. Жарай ма? Қыздар, сұрақтарымыз жоқ болса, практикада кездескенше, қандай да бір егер практика барысында сұрақ туындап, отыру барысында кеңес керек болса, менің телефонымды берейін Жанар апайларына, Алма апайларына, сол бойынша сұрақтарыңыз болса, мен жауап беруге дайынмын. Жарай ма? Ғалымжан ағай, бір нәрсе айтасыз ба? Жоқ, айтпаймын, бәрі түсінікті. 65-ші мектепке баратын студенттер 25-іне сағат 10-11-де 65-ші мектептің алдында жолғасыздар. 65-ші мектепке тек 2-ші 65-38-ші мектепке тек 3-ші курс бармайды, 2-ші курста, 3-ші курс, 4-ші курста барады. Сондықтан бірге талапты ұмытпаңыздар қазіргі. Бір шоғырланып тұруға болмайды. Тез жұмыс жасайсыздар. Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыз. Сау болыңыз, апай. Жақсы, рахмет, апай, сау болыңыз.